Бәріңізге сәлем қыздар. Бүгін біз үйдегі күйе тұтып қалған, қақ басып қалған қап-қара кастрюльді немесе қазанды аппақ қылып тазалайтын боламыз. Ол үшін бізге кір сабынымен 72% кір сабын және үйдегі ас содасы қажет болады. Ең алдымен қазанымыз, кастрюлеміз сиятын үлкен қазанға суымызды бір қайнатып алып, үстіне кір сабынды теркіден өткізіп, сосын үстіне 5 ас қасық ас содасын қосып, содан кейін міне осылай қазанымызды немесе кастрюлемізді салып 20 минут 30 минут қайнатамыз. Әбден ішіндегі ластың барлығы жібіп, барлығы шығуы керек. Алғаннан кейін осылай ыссы күйінде қырастар кеуіп кеткеннен кейін ол қыру қиын болады. Суға, қайнаған суға, қайнатып жатқан суымызға қайта-қайта салып, сосын барып қырып отырамыз. Біздің кастрюлеміздің сыртында осындай сарылар болса, немесе осындай қаралар болса, барлығын аппақ қылып тазалап береді. Көріп тұрғандарыңыздай, міне осылай қырылуы керек. Осылай барлығы қырылып, осылай ыссы суға қайта-қайта салып отырып ертіп аламыз. Тек қана мұндай ыдыстар емес, біздің үйдегі қолданатын ас үйдегі кір болып қалған барлық кастрюльдің қақпақтары немесе қазанның қақпақтарын бәрін салсаңыз, тек қана мұндай ыдыс емес, үйдегі лас болып қалған ас үйдегі қазанның қақпақтары немесе кастрюльдің қақпақтарында барлығын осы суға салып тазалап алсаңыздар болады. Бір салсаңыздар қақпақтардың ішіндегі бетіндегі сарыларының барлығы, кірлердің барлығы езіліп тұрады. Тек бір ғана жуып аласыз. Міне көріп тұрғаныңыздай дәл осылай барлығы үгітіліп, езіліп тұрады. Қалған жерлерін сыммен ысып бір жуып аласыздар. Үйдегі бар заттан осылай біз ас үйдегі ыдыстарымызды тазалауға болады. Тек қана кір сабын және ас содасы қажет болады. Ыдысымызды салып қойғаннан кейін 20 минутқа, 25 минутқа басқа тірлігімізді жасай берсек те болады. Міне қыздар, біздің ыдысымыз осындай болып шықты. Сыртының барлығы міне тап-таза жылтырап, жаңа ыдыс сияқты болып шықты. Тек қана мұндай ыдыс емес, басқа да ыдыстарыңызды дәл осылай тазалап жуып алсаңыздар болады. Менің бүгінгі пайдалы ақпаратым сіздерге ұнаса, пайдасы тисе, кішкене болса да менің каналыма жазылып, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Алда көптеген осындай пайдалы ақпарат шығарамын.